Жігіттер, сіздерге бір видео салып кетейін. На Camry десятка и Виндомдарда болады мынандай двигатель. Мынандай двигатель Виндомдарда болады. На Camry десяткалерде трехкубовый ғой, 3 литр. В общем, жігіттер, таңертеңгі уақытта, например, оборот қызатын оборот болмаса и неде светофорда тұрып машина өзімен өзі сөніп қалып жәнегідей сондай аурулар болады. Или жаңа оборот өзімен өзі ойнап, или оборот слишком төмен дірілдеп, болмаса оборот айғайлап какой-то бір жерден бір подсос болып тұрған сияқты сондай аурулар кездеседі жігіттер. Соның енді ол 100% содан деп айтпаймын, но бірақ сонда тексеріп қойсаңыздар болады машинада. Бұлардың РГХ-сы мынау жігіттер, білесіздер. Дурусельный заслонканың арасында тұрады. Через волюметр гофра ауа мынамен кіреді. Ішке қаратай мына клапанмен камера сгоранияға ауа кіреді жігіттер. Осы арқылы мынау бұның управление питаниясы міне жігіттер, көрдіңіздер ме? Ішінде екі адмотка болады. Ортада екеуінен плюс питания келеді. Екі жақ шеткі, мына жақ шеткі регулировкасы. И және де бұда водяной, как термостат сияқты нарда қыздырып тұрады, чтоб клапандарды қыстың күні суға ауада қырауға атқамау үшін нарадан жылу өтіп тұрады жігіттер. Мынау соның моторшығы. Мына клапан кіргізесіздер. Замокты ашқан кезде, или замокты жалғыз өздеріңіз болсаңыздар, замокты ашып, аккумулятордың клеммасын суырып тигізген сайын, мына клапан деп ары бері регулировка ойнап тұрады. А если олай ойнамаса, лишь бы питаниядан болады, лишь бы клапанның өзінен болады. Тура бізде сондай ауру болған. Ну, бірақ бізде питаниядан болды жігіттер. Нарада көрсеңіздер жалғанған екен. Бірнеше бума жалғанған. И соның біреуі ішінен ажырап кеткен жігіттер. Бірақ мынаның өзі істеп тұр. Сол жігіттер, үшін білмейтіндерге мынаны тазалап қойсаңыздар болады арасында. РГХ осы, короче.